5D матрица дегеніміз не? Матрица дегеніміз бұл шынайы әлем емес, біздің санамызға сіңген шектеулі программалар мен иллюзиялар. Қайталап айтам, матрица деген бұл шындық емес. Ол бізде сіңіріп берген, қоғам сіңіріп берген, мектеп сіңіріп берген, мектепте оқытқан программа сіңіріп берген нақты емес иллюзиялы программалар. Мысалы үшін бізді қоғам сендіріп тастады. Ақша табу үшін күресу керек. Ақша табу үшін қатты шаг болып жұмыс істеу керек. Шын ғашықтар қосылмайды. Любовь надо заслужить. Сен бірдеңе істесең ғана сені жақсы көреді. Сен бірдеңе істесең ғана сен құндысың. Негізі біз бәріміз осы өмірге келген кезде просто так құндымыз. Бірақ қоғам танып берген, біздің айналамыз танып берген сенім бойынша біз бірдеңе істесек қана біз махаббатқа лайықпыз деп өзімізді санаймыз. Бұл иллюзия, бұл шындық емес. Шындығында біз тек осы өмірге Құдайдың махаббатымен келгеніміз үшін біз уже заслуживаем любовь, біз уже құндымыз. Дипломың болмаса сен ешкім емессің деген тоже қоғам танып берген бізге иллюзия. Дипломсыз ақ, мен дипломым жоқ, сол үшін менің жолым болмай жүр деген уже бел ортадан, өмірдің бел ортасынан асып 40-қа 50-ге жақындаған кісілер болуы мүмкін. Менің жолым болмайды, өйткені менің дипломым жоқ. Бұл установка, бұл убеждение, бұл программа. Бұл программаны сіз емес, сіздің сырттағы қоғамыңыз сізге танып берді. Соған сіз сеніп, өзіңіздің жолыңызды өзіңіз жауып қойдыңыз. Бірақ мына әлемде дипломы жоқ, жоғары оқу орнын бітірмеген генийлар, жолы ашық адамдар, университет бітіріп көрмесе де, университет көрген сияқты адамдардан да көбірек ақша тауып жүрген адамдар бұл өмірде бар. Сондықтан да біз қоғам танып берген пікірлерге емес, өзіміздің ішіміздегі қалауларымызға сеніп, өзіміздің жүрегіміздің үнін, өзіміздің интуициямызды тыңдап өмір сүру ол 5D матрица. Біздің санамызда ескі программалар өте көп. Қазір жер бетінде переход кезеңі, бірақ көп адам ескі программамен, логикамен өмір сүріп жатыр. Мысалы, ақша табайын десең, бірақ сол бір жалақыны алу үшін жұмыс істейсің, еще бастығыңнан жалынып сол ақшаны сұрап аласың, әйтеуір өзіңнің еңбегіңнің ақысын күресіп жүріп табасың. Неге бұл жағдай өмірімде келіп жатыр деп сұрайсың ғой. Неге бұлай болып жатыр? Неге мен өзімнің еңбегімнің ақысын өз уақытында жеңіл түрде ала алмаймын? Неге мен жалынып бастығыма сұрауым керек деп ойлайсың? Ол жерде бастықта кінәлі емес, оның сенің жұмысыңда кінәлі емес, сенің ішіңдегі программа. Мынадай программа тұр. Ақша табу үшін күресу керек. Ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек. Егер сен осы программаны өзгертсең, сен ақшаны жеңіл түрде табасың. Бұл ақшаға қатысты мысал. Мысалы, шын ғашықтар қосылмайды. Махаббат деген бұл өмірде жоқ. Еркектің бәрі оңбаған деген сияқты бізде программалар бар. Ол программалар бізге қайдан келді? Ол программалар бізге біз көрген сериалдардан. Мен есімде біз 2-ші класста, 3-ші класста баянсыз махаббат туралы киноларды өте көп көрдік, сериалдарды, бразильский сериалдар. Ол жерде кедей адам өте жақсы да, бай адам өте жаман. Біз тап-таза сана күйінде 2-ші сынып, 3-ші сыныптың оқушысы кедей адамдар деген, адал адамдар, кедей адам болған жақсы екен деген программаны сіңіріп алдық. Енді біз логикалық түрде, қазір жасымыз 34-ке келіп, логикалық түрде мен бай болғым келеді дейміз, бірақ біздің ішімізде қатып қалған программа бізге байлыққа жолатпай тұр. Неге? Өйткені ол программа бізге сіңді. Бұл 3D матрица, бұл ескі программа. Қазір бұл программалар жұмыс жасамайды. Біздің эмоцияларымызда программаны жазады екен. Мысалы, қорқыныш пен уайым. Менің тұзым жеңіл, мені бағаламайды, маған не везет, мен бір жерге барып жолымды ашуым керек еді деген сияқты адамның ішінде пікір тұруы мүмкін. Бұл пікір де программа. Бұл программалар тұрған кезде біз шынымен сәтсіздіктерге ұрына береміз. Сосын сана айтады да бізге, сана, логика айтады. Әне айттым ғой саған, сенің жолың болмай жүр, сенің жолың жабылып қалған. Құдай ешкімнің жолын жаппайды. Адам өзінің программасы ғана оның жолын жабады. Эгоның басқаруымен де программалар құрылады. Мысалы, рөлдер болады. Мен келінмін, мен анамын, мен қызметкермін, мен бастықпын, мен жай ештеңе емес, айналыспайтын, просто так үйде отырған анамын деген сияқты адам өзіне рөлдер қойып алады. Рөлдерде негізі программа. Мысалы, мен анамын, мен әлсіз болмауым керекпін деп өзін қатты шаршатады адамдар.
автоматты біздің автоматтанып қалған әдеттеріміз бар ғой. Таңертең ұйқыдан тұру, тісімізді жуу, бір жолмен жұмысқа бару, бір жолмен жұмыстан қайту, обедте обед ішу, коллегалармен үйден әкелген заттарымызды столға шығарып қойып тамақ ішу деген сияқты күн сайын қайталанатын әдеттерде бізге программа болып жазылып қалған. Осы ескі программа дегенді соңғы бір жылда мен өте көп зерттедім. Классикалық психологиядан, ғылыми дәлелденген ғалымдардың айтқандарынан. Олар Джо Диспенза, Брюс Липтон, Джо Диспензаны бәріңіз білесіздер, эпигенетика саласының маманы, Брюс Липтон, Грег Брейден деген нейроғалым, Тара Сварт деген Нобель сыйлығын алған, Элизабет Блэкберн, осы адамдар осы программа 5-ті матрица дегенді зерттеген. Джо Диспенза айтады, кванттық деген не деп жаңа сұрап жатсыздар ғой. Кванттық деген мына нәрсе. Кванттық кеңістік дәл қазір бар, ол бізден хабар алып тұрады. Ол хабарды қалай алады? Біздің жүрегімізден шыққан сезімдерден, ойымыздан шыққан ойлардан. Осы екеуі біріккен кезде кванттық кеңістікке сигнал болып барады. Кванттық кеңістік бізге басқаша, бірде айтсақ, кванттық кеңістікті Вселенная бізге өмірлік жағдайлар түрінде жауап қайтарып отырады. Мысалы, сіз бүгін жетіспеушілік, дефицит күйді сезіндіңіз. Мен неге дефициттемін, маған неге үнемі жетіспейді, бір маңдайым ашылмады, мына ақшадан жолым болмады деп бүгін соңында сезімді сезіндіңіз, налыдыңыз, өзіңізге кейдіңіз, өзіңізге көңіліңіз толмады да, сондай күйде болдыңыз, сондай состояниеде болдыңыз. Ертең сізге қарызыңызды қайтар дейтін бір адам звондайды. Немесе банктегі кредитіңізді сұрайтын банк қызметкері, коллектор звондайды. Өйткені сіз кеше дефицит күйді сезіндіңіз. Ертесіне кванттық поле сізге сол күйіңізге сәйкес ситуацияны өміріңізге жіберді. Сіз кеше қандай состояние сезінсеңіз, қандай сезім сезінсеңіз, бүгін сол состояниеге сәйкес, сол состоянияны қайталайтын өмірлік жағдайларды өміріңізге шақырасыз. Мысалы үшін, кеше сіз жүрек ашу медитациясы кезінде менің қолымның жеңілденгенін қалаймын деп уже сезіндіңіз, қолыңыздың жеңілденген. Бүгін уже сіздің қолыңыз мазаламайды. Сіз ситуацияға заказ бердіңіз ба? Заказ бердіңіз. Қалай заказ бердіңіз? Күймен заказ бердіңіз, состояниемен. Мына ғалымдардың кітаптарын алып оқысаңыздар болады. Бірақ сразу айтайын, өте ауыр тілде жазатын адамдар. Стресс, үрей, теледидар, әлеуметтік желідегі өсек, шу, ұжымдық энергия, қаржылық қысым бәрі біздің санамызды өте төменгі герцте ұстайды. Герц деген вибрациямыздың төмен болуы. Біздің бәрімізде вибрация бар, вибрация бар. Вибрация деген бізде жоғары болады, немесе төмен болады. Жоғары вибрация, қай кезде адам жоғары вибрацияға өтеді? Жүрек ашылған кезде, ризашылық сезінген кезде, махаббат сезінген кезде. Осы үш эмоцияны күнде сезінген, хотя бы 40 минут сезіне алған адам, 40 минуттық медитацияға кіріп сезіне алған адам, ол өміріне жоғарғы вибрацияға сәйкес ситуациялар жақсарып тартады. Оның түрі ажарланады, көзі жарқырайды, денесінде жеңілдік пайда болады, ұйқысы тыныш болады. Ал төменгі вибрация, ол қандай вибрация? Ол реніш, ол күмәндану, ол қорқыныш. Қорқыныштың герці 2-ақ, ал өлімнің герці 0. То есть қорқыныш деген сезімнің герці өлімге жақын бір табан. Егер сіз сол қорқынышпен өмір сүретін болсаңыз, тревога, уайым, қайғымен сол сезімдерді өте көп сезінетін болсаңыз, сіз 3D матрицадасыз, сіз төменгі вибрациядасыз, ал төменгі вибрациядағы адамның ең бірінші жолығатын ситуациясы не? Ол қарыз, екіншісі денсаулықтың құруы. Егер сіз төменгі вибрацияда жүрсеңіз, қайталап айтамыз, сіз денсаулығы онша емес жағдайларды өміріңізге тартасыз. Егер сіз төменгі вибрацияда жүрсеңіз, сіздің тәніңіз, иммунитетіңіз әлсірейді. Егер сіз төменгі вибрацияда жүрсеңіз, онда сіз өміріңізге қарыз деген сияқты, мошенникке алдану деген сияқты, ақша жоғалту деген сияқты ситуацияларды өміріңізге тартасыз. Неге? Өйткені сіздің герціңіз төмен. Герцің төмендігін қайдан білеміз? Күн сайын біздің сезінетін эмоцияларымыз қорқыныш, тревога, уайым. Осы герцте өмір сүретін адамдардың өміріне бір ғана глоток свежего воздуха техника көмектеседі. Ол не? Ол медитация. Өйткені медитация біздің состояние, біздің сезімімізге арналған құрал. Ол медитацияға кірген кезде адам басқа күйді, басқа эмоцияны сезінеді. Джо Диспензаның айтатыны бар, біздің сезімдеріміз ғана магнит дейді. Біз ойды ойлаймыз, ой просто электрлік қуатқа, электрлік күшке ие. Ал біздің жүрегімізден шығатын сезім магниттік күшке ие. Сонда магнит сияқты өмірге жағдайларды тартатын не? Жүректен шығатын эмоция. Ал жүректен, сіз отырып, мен бір қуанышты сезінейінші деп сезіне алмайсың ғой. Оған арнайы музыка керек. Жүректің қылын шертетін, жүректі тебірентетін, бойға мурашкалар жіберетін, тәнді релакс күйге түсіретін
музыка керек, және де арнайы сөздер керек. Ол сөздер, ол музыка қайда бар? Әрине медитацияда бар.